여러분 반갑습니다. Сіздерді көруге өте қуаныштымын. 오늘 예배 순서를 통해 찬양을 통해 기도를 통해 하나님 이 자리에 함께 계심을 믿습니다. Бүгінгі жиынымызда болған әрбір сәт арқылы арамызда Құдай бар екенін қатты сездім. 여기 제가 찬양하는 동안에 예수님 전화 왔는데 여러분의 찬양의 모습을 보고 하나님이 너무 기쁘시답니다. Осы сыйынып тұрғанда Исадан маған телефон соғылды. Иса маған телефон шалып былай деді: "Сәлем қауымның мүшелерінің маған сыйынып тұрған бейнесі маған өте ұнайды" деді. 여러분이 부르는 찬양이 이 언어만 다르지 전 세계에서 부르고 있습니다. Сіздер айтқан өлеңдер сөздері басқаша болғанымен, тіл басқаша болғанымен бүкіл әлемдегі сенушілер айтатын әндер екен. 한 하나님, 한 성령님, 한 예수님을 섬기고 있습니다. Барлығымыз бір Құдайға, бір киелі рухқа, бір Исаға сыйынады екенбіз. 너무 신기합니다. Өте ғажайып жағдай бұл. 그런데 여러분의 이 예배드리는 모습을 보면 여러분의 문화가 참 부럽습니다. Бірақ сіздердің Құдайға сыйынып тұрған бейнелеріңді көріп, сіздердің мәдениеттеріңізге қарап қатты сүйсіндім. 우리 한국에서는 좀 조용히 앉아 있는데 Қызықтым да, себебі біздің кәріс мәдениетіміз бойынша біздер тыныш сыйынамыз Құдайға. 여러분 찬양할 땐 뛰고 막 그럽니다. Бірақ сіздер Құдайды мадақтағанда секіріп, билеп, солай мадақтайды екенсіздер. 우리도 그런 거 배우고 싶습니다. Мен біздер де осылай үйренсек екем деймін. 그래도 영광 받으시는 분은 하나님이십니다. Бірақ барлық ұлылыққа лайықты ол Құдай. 그래서 오늘 예수님 만나러 오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. Сондықтан бүгін Құдаймен кездесейінші деп келген барлықтарыңызды Исаның атынан қарсы аламын. 오늘 예배를 통해서 우리는 하나님 마음을 배우고 하나님 마음으로 살아서 하나님의 마음을 세상에 보여주는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Бүгінгі сүйіну жиынымыз арқылы барлығымыз Құдайдың жүрегін түсініп, Құдайдың жүрегімен өмір сүріп, сол Құдайдың жүрегін әлемге таратайық деп тілеймін. 우리 옆 사람에게 하나님 마음을 보여드리겠습니다. Көршіңізге қарап айтыңыз: Құдайдың жүрегін саған көрсететін боламын. 네, 오늘 하나님의 말씀은 누가복음 19장 1절부터 10절입니다. Бүгінгі қарайтын киелі кітаптағы үзінді Луқа жазған ізгі хабар 19-шы тарау 1-ден 10-ға дейін. 이 말씀은 여리고라는 성에 지나가고 계시는데 삭개오라는 사람을 만나는 장면입니다. Осы жерде Иса Ерихон қаласының жанында өтіп бара жатқанда Захей деген адаммен кездескені туралы жазылды. 그때도 예수님은 유명한 분이라서 많은 사람들이 주위에 있었습니다. Сол жерде Иса адамдарға әйгілі болғандықтан көптеген адамдар қасына еріп жүрді. 그런데 삭개오라는 사람이 예수님을 만나고 싶었습니다. Захей деген адам Исамен кездескісі келді. 그래서 예수님이 삭개오를 찾아와서 만나주시는 장면입니다. және осы жерде біздер Исамен Захейдің кездескені туралы оқимыз. 저와 여러분도 예수님을 만났습니다. Сіздер мен де Исамен кездестік. 그래서 우린 다른 인생을 살게 됐죠. Сол моменттен бастап басқа өмірге ие болдық. 그래서 오늘 말씀을 묵상하기 전에 세 가지 여러분에게 축하드리고 싶습니다. Сондықтан бүгінгі үзінді туралы сөйлеспестен бұрын 3 нәрсеге байланысты сіздерді құттықтағым келеді. 첫 번째는 여러분이 예수 믿고 다른 인생을 살게 되었다는 겁니다. Біріншісі, сіздер Исаға сенгендіктен мүлдем басқа жаңа өмір сүре бастадыңыз. Сонымен құттықтағым келеді. 옆 사람 얼굴 보세요. Қасыңыздағы адамға қараңызшы. 예수님 안 믿게 생겼죠? Исаға сенбеуші адам сияқты болып көрінеді, иә? 그런데 여기 나와 있잖아요. Бірақ бүгін осы жерде отыр арамызда. 예수님 여러분 만나주신 거 축하드립니다. Сондықтан Иса сіздермен кездескенін сіздерді құттықтаймын сонымен. 두 번째는 우리가 목장을 통해서 나 때문에 예수 믿은 사람이 있다는 겁니다. Екінші нәрсе, үй қауымызда маған бола Исаға келген адамдар бар болғанымен құттықтаймын. 우리가 언젠가 주님을 만난 날이 올 텐데 그때 우리 주님께 할 얘기가 있다는 겁니다. Себебі бір күні Исамен кездескенде сіздер бәрімізде Исаға айтар сөзіміз бар болады ғой сонда. 그래서 여러분 축하드립니다. Сонымен құттықтаймын сіздерді. 세 번째는 여러분이 지금도 예수님 모르는 분을 위해서 잘 섬기고 있다는 겁니다. Үшіншісі, әлі де Исаға сенбейтін адамдарға қызмет етіп жүрсіздер. Сонымен құттықтаймын. 예수님 모르는 사람을 잘 섬기는 과정 가운데 우리가 예수님을 닮아갈 수 있습니다. Біздер Исаға сенбейтін адамдарға қызмет етіп жүргенде Исаға ұқсай келеміз. 그래서 우리 옆 사람에게 축하합니다. Сондықтан көршіңізге құттықтаймын деп айттыңыз.
네, 축하합니다. құттықтаймын. 자, 우리가 예수를 믿는다, 교회를 다닌다 이런 말을 할 때 우리 세 가지 중요한 단어를 기억할 필요가 있습니다. Біздер мен Исаға сенемін, мен қауымға барамын дегенде, біздер міндетті түрде үш есім туралы есімізде сақтауымыз керек. 기준, 분별, 연습입니다. Кешіріңіздер, үш сөзді есімізде сақтауымыз керек. Біріншісі ол бағыт, бағдар, екіншісі ажырату, үшіншісі практиковаться. Практиковаться, как на казахском? Standard. жаттығу. So 예수를 믿으면 우리의 삶에 새로운 기준이 생깁니다. Standard. Исаға сене бастағаннан кейін біздің өмірімізде жаңа бір бағыт, бағдар пайда болады. 사람들 이렇게 보면 그 인생에서 풍겨 나오는 분위기가 다 다르죠. Әр адамға қарағанда әр адамның өзінің ішкі бір атмосферасы болады. 우리 아이다르 목사님하고 같이 있으면 마음이 즐겁고 귀엽고 막 댄스하고 싶고 그렇습니다. Айдар аға қарасақ, онымен бірге болсаң, тыныштық, сондай жайлы, сондай бір сезім келеді, билегің келіп тұрады, күлгің келіп тұрады. 네. 그런데 어떤 사람은 조금만 같이 있어도 불편합니다. Ал кейбір адамдармен тіпті аз уақыт бірге болсаң да қиналып кетесің. 왜 그럴까요? Неге солай болады? 그 사람을 다스리고 있는 기준이 다르기 때문에 그렇습니다. Себебі барлық адамдарда өздерінің ішкі дүниесі, құндылықтар жүйесі, өмірге деген көзқарасы әртүрлі болады ғой. 우리가 예수 믿기 전까지는 삶의 기준이 세상의 가치관입니다. біздің Исаға сенбестен бұрын осы өміріміздің бағыты әлемдегі құндылықтарға негізделген болған. 그런 세상이 지배하고 있기 때문에 미워하고 경쟁하고 화를 냅니다. Осы әлем бізді басқарып тұрғандықтан біздер ренішке, ашуға, ызаға, жек көруге толы болдық. 예수 믿고 나면 기준이 달라집니다. Бірақ Исаға сенгеннен кейін біздің бағытымыз, өмірдің бағыты өзгерді. 하나님의 마음을 배우게 됩니다. біздер Құдайдың жүрегін түсіне бастадық. 그래서 우리 인생에서 풍겨 나오는 분위기가 사랑하고 격려하고 축복합니다. Сондықтан бойымыздағы ашу, ыза енді Құдайдың сүйіспеншілігіне, шыдамдылыққа, адамды қамқорлауға өзгерді. 한번 따라해 보겠습니다. 사랑하고 격려하고 축복하고. Барлығыңыз қайталайықшы. Сүюге, қамқорлауға, шыдауға. 이런 마음의 태도를 하나님 나라가 임했다 그렇게 얘기합니다. Адамның жүрегінде осындай бағыт болса, оған Құдайдың патшалығы келді дегенді білдіреді. 자, 우리 옆 사람에게 잘 봐드리겠습니다. 얘기해 보겠어요? Сондықтан көршіңізге мен саған қамқоршы боламын деп айтайықшы. 네, 살벌한 세상에 살던 우리가 하나님의 따뜻함, 넉넉함, 자유함을 배우게 된 겁니다. Енді әлемде ұзақ өмір бойы өмір сүріп келген біз, енді Құдайдың тыныштығына, сүйіспеншілігіне, осы кең жүректі үйренеміз Құдайдан. 우리가 예수를 믿는다는 말은 하나님 나라의 기준이 있다는 것을 표현할 수 있게 됩니다. Исаға сенемін деген мағына енді Құдайдың құндылықтарын өзімнің өмірім арқылы көрсете алам дегенді білдіреді. 우리 미워하던 사람을 사랑할 수 있는 능력이 생깁니다. Бізде енді бұрын жек көрсек, енді сол адамды сүйе алатын күшіміз пайда болады. 싫어하던 사람이 불쌍해집니다. Бұрын ұнатпадық сол адамды, енді оған деген бір аяйтын сезім пайда болады. 이런 걸 성령이 임했다고 얘기합니다. Осыны киелі рух келді деген деп аталады. 그래서 우리가 목장에서 서로 사랑하고 인내하고 섬기고 있죠. Сондықтан үй қауымдарда біздер бір-бірімізді сүйіп, бір-бірімізге шыдап, бір-бірімізге қызмет етеміз. 그래서 우리가 목사님 이 사람하고 같이 있기 힘들어요. 그러면 같은 목장에 있게 합니다. Сондықтан бағушыға адам келіп, бағушы мен мына адаммен бірге бола алмаймын деген кезде, дәл осы екі адамды бір үй қауымға жіберу керек. 왜냐하면 우리는 이제 기준이 달라졌기 때문에 그렇습니다. Неге? Себебі енді біздің құндылықтар жүйеміз өзгерді ғой. 이제 기준을 배웠다면 그걸 어떻게 적용하는지 잘 분별해야 합니다. Енді өмірдегі дұрыс бағытты үйренсек, енді соны ажырата білуіміз керек. 이 사람을 잡아야 되는지 보내야 되는지. Мысалы, мына адамды мен қазір ұстап қалуым керек па, немесе оны босатуым керек па? 얼마나 용서하고 인내해야 되는지. Қандай дәрежеге дейін мен кешіруім керек, шыдауым керек?
아니면 지금 말해줘야 되는지 침묵해야 되는지 қазір айтуым керек па немесе үндемей отыруым керек па? 이런 건 다 분별에 관한 성령님의 다스림입니다. осының барлығы да ажыратуға байланысты, киелі рухтан келетін қабілет, ажырата білу. 이런 분별력을 기르기 위해서 우리가 기도하고 삶 공부하고 예배드리고 이렇게 하는 겁니다. осы ажырату қабілетті дамыту үшін біздер міндетті түрде дұға етуіміз керек, киелі кітапты оқуымыз керек. 우리 목장 식구들이 밥 먹을 때 이거는 짜네 맵네 불평하는 사람이 있습니다. үй қауымдарда мынандай адамдар болады, еш нәрсе ұнамайды. Ой, бүгінгі тамақ өте ащы болып қалыпты. Ой, бүгінгі тамақ өте дәмсіз болып қалыпты дейтін адамдар. 그래도 다 먹습니다. бірақ олар барлығын жеп қояды. 그리고 집에 갈 때 싸달라고 그럽니다. тіпті үйге қайтар кезде маған салып берші деп те айтады. 그런 사람에게 싸주는 그런 넉넉함, 그런 분별에 관한 것입니다. сонда біздер жүрегіміз тыныштыққа, сүйіспеншілікке толық болғандықтан сондай адамға өзімен бірге тамақты салып береміз. 우리가 잘 섬겼는데도 오히려 오해하고 불평하는 사람에게 더욱 뜨거운 사랑으로 감싸주는 겁니다. біздер қаншалықты қызмет етсек те, сүйсек те бізге ренжитін адамдар болады. бірақ соған қарамастан одан да қаттырақ оны сүюге шешім қабылдағанда, ол біздің бойымызда ажырату білу қабілет бар болғаны. 이런 거를 성령님의 분별이라고 합니다. ол киелі рухтан келген ажырату қасиеті деп атаймыз. 이런 분별을 가지고 세 번째로 우리는 많이 연습해야 됩니다. енді осындай ажырата білу қасиеті болса, соны біздер практиковаться, жаттығуымыз керек сода. 여러분이 지금 연습을 잘하고 있습니다. сіздер өте жақсы жаттығып отырсыздар қазір. 옆 사람에게 잘하고 있습니다. 격려하겠어요? көршіге жақсы жаттығып жатсың деп айтсайықшы. 우리가 이런 연습을 잘하면 믿음이 자라고 예수님의 닮아가는 모습을 나도 알고 남도 알게 합니다. біздер осылай жақсы жаттықсақ, онда расымен де Құдайдың бейнесі бізден көрінетін болады, және сырттағы адамдар да соны байқайтын болады. 이런 걸 여러분 교회에서 실제로 연습하게 된 거 축하드립니다. сондықтан қауымда болғандықтан сіздерде осы нәрселерде жаттығуға мүмкіндік бар. сонымен сіздерді құттықтаймын. 그래서 오늘 본문에 나오는 삭개오도 예수님을 만난 다음에 이런 기준과 가치가 달라졌습니다. бүгінгі үзіндіде оқыған Закхейде Құдаймен Исамен кездескеннен кейін оның өміріндегі осы бағыт, бағдар, ажырата білу, осыны жаттығу деген нәрселер оның өмірінде пайда болды. 첫 번째는 삭개오의 이름입니다. бірінші, Закхейдің аты туралы сөйлесейік. 성경에는 많은 이름이 나옵니다. киелі кітапта көптеген аттар шығады. 여러분이 성경을 볼 때 이름이 나올 때마다 기억해야 합니다. киелі кітапты оқығанда осындай аттар шыққан кезде сіздер міндетті түрде үш есім туралы ойлану керексіздер. 내 이름이 생명책에 기록되어 있는가? бірінші есім, менің есім киелі кітап, өмір кітабында жазылған ба? 여러분 예수 믿으십니까? сол туралы ойлануыңыз керек. сіздер Исаға сенесіздер ме? 아멘. 네, 아멘. 그러면 여러분의 이름은 생명책에 기록되어 있습니다. онда сіздердің атыңыз өмір кітабында жазылған. 두 번째는 나 때문에 예수 믿은 사람이 있는가? 이름이 생각나야 됩니다. екінші, мен арқылы Исаға сенген адамның атын айта аламын ба? сондай ат бар ма деп ойлануыңыз керек. 그리고 세 번째는 내가 지금도 섬기고 온 사람 이름이 생각이 나야 됩니다. және үшіншісі, мен қазір Исаға әлі сенбейтін адамға қызмет етіп жатырмын ба? сол адамның атын айта білуіміз керек. 그래서 성경에 이름이 나올 때마다 이 세 이름을 기억하고 하나님께 영광 돌리시기 바랍니다. сондықтан киелі кітапта бір есімді көргенде міндетті түрде осы үш есімді еске алып Құдайға алғыспен рахметіңізді айтыңыз. 그런데 삭개오는 좀 달랐습니다. бірақ Закхей болса кішкене басқаша болды. 이 삭개오라는 이름의 뜻은 순결하다, 깨끗하다입니다. Захей деген аттың мағынасы таза, әділ дегенді білдіреді. 이 부모님이 잘 살으라고 이름을 좋게 지어줬습니다. балалары жақсы өмір сүрсін деп осындай ат берген сияқты ата-аналары. 그런데 현실은 달랐습니다. бірақ шынайы өмірі ондай болмады. 자기의 이름의 뜻대로 깨끗하고 순결하게 살지 못한 사람입니다. ол өзінің атына сай, таза, әділ өмір сүре алмады. 그의 직업은 세관장이었습니다. оның мамандығы салық жинаушылардың бастығы. 그 직업 때문에 늘 자기 동족으로부터 늘 멸시와 비난을 받았습니다. сондықтан осы мамандығына бола ол өзінің ұлттас адамдарынан әрдайым айыптау, жек көрініш нәрселерді көрді. 자기 민족이 욕을 하면 더 강팍해졌습니다. олар оған қарсы шыққан сайын мүмкін ол одан арман олардан көбірек салық алған сияқты. 누가 자기를 조롱하면 더 남의 재산을 갈취했습니다.
оған біреу қарсыласса ол оның мүлігін мүлде толығымен тартып алған болу керек. 그리고 그는 부자였습니다. сондықтан ол бай болды. 돈은 많았지만 불이하게 거둔 겁니다. ақшасы көп болғанымен ол таза жолмен келмеген ақша. 이와 같이 삭개오는 권력도 있고 재물도 있었지만 그 마음에는 해결할 수 없는 문제가 있었습니다. осындай Захейде байлық та болды, ақша да болды, позициясы да болды, бірақ жүрегінде тыныштық болмады. 그런 아픔과 갈등이 하나님이 보내준 겁니다. осы ішіндегі жалғыздықты, қиын сезімдерін иса білді. 괴로워하던 이 삭개오는 자기 동네에 예수님이 지나간다는 것을 들었습니다. осындай Захей оның қасында осы жерде иса жақында өтетінін естіді. 예수란 사람은 랍비이기도 하지만 선지자라고도 하는데 소외된 사람들을 사랑했던 사람이라고 들었습니다. исаны кейбіреулері рәббі немесе пайғамбар деп атайтын естігенімен, ол сонымен қатар иса күнәһарлармен бірге отырады екен, бірге тамақ ішеді екен, сол нәрсені де білді. 예수님은 우리가 아는 기준과 다르다는 것을 들었습니다. ол исаның осы құндылықтары, бағыты, бағдары басқаша екенін естіді. 여러분은 다른 사람들에게 어떤 말을 듣는 인생을 살고 있나요? сіздер адамдардан қандай сөздер естіп өмір сүріп келесіз? 아, 저 사람은 참 재미있어. ана адам өте қызық адам. 저 사람은 좀 심각해. ана адам болса онша емес екен. 자, 옆 사람에게 한번 물어보세요. 나는 어떤 분위기를 살고 있어요? көршіңізден менен қандай атмосфера шығады деп сұраңыз. 네, 집에 가서 하시기 바랍니다. енді үйге барып соны жалғастырыңыздар. 세상에는 기회가 와도 기회를 잘 모르는 사람이 많습니다. осы әлемде мүмкіндік келсе де сол мүмкіндікті ұстай алмай қалатын адамдар көп. 우리 삭개오는 예수님이 지나가는 소문만 들었는데 이거를 삶의 변화의 기회로 잡았습니다. Захей болса осы жерде иса өтеді деген сөзді ғана естіп, ол сразу осы өзгеруге мүмкіндікті ұстап алды. 대단한 분별력입니다. өте керемет ажырата білу қасиеті болды ода. 여러분, 그리스 신화 가운데 제우스의 아들 카이로스라는 사람이 있습니다. грек мифологиясында Кайрос деген бір құдай бар, Зевстің баласы. 혹시 사진이 있나요? суретті көрсетсеңіздер болады. 그 앞머리에는 머리가 많아요. оның алдыңғы жағында көп шашы бар. 뒤에는 머리가 하나도 없습니다. ал артқы жағында таз. 등과 발에는 날개가 있죠. арқасында, аяқтарында қанаттары бар. 이런 그림 밑에는 이렇게 써 있습니다. осы суреттің астында мынандай деп жазылып тұр. 앞에 머리가 있는 이유. алдымдағы шашымның мақсаты, себебі 사람들이 나를 봤을 때 쉽게 붙잡을 수 있도록. адамдар мені көріп қалған кезде оңайлықпен мені ұстап алу үшін. 그런데 뒤에 머리가 없는 이유는 ал арт жағымда таз болғанның себебі 지나가면 아무도 못 잡게. мен өтіп кеткеннен кейін мені ұстай алмайды. 그리고 등과 발에 날개가 있는 이유는 арқам мен аяғымда қанаттар бар болғанның себебі 빨리 지나가기 때문에. мен өте тез өткетіп алуым үшін. 그리고 그 밑에 이름이 쓰여져 있습니다. және сол жерде оның аты жазылып тұр. 나의 이름은 기회입니다. менің атым мүмкіндік. 그래서 기회가 올 때 그것을 잘 분별하고 그것을 잡을 줄 알아야 합니다. сондықтан мүмкіндік келгенде соны ажырата біліп ұстап алу маңызды. 뭔가 성령께서 여러분에게 가르쳐 주셨으면 그거를 섬김의 기회로 잡아야 합니다. киелі кітаптан бір нәрсені сіздерге үйретсе, мынаны қолдануға мүмкіндігім бар деп соны ұстап алу керек. 저도 목회하면서 이런 기회를 놓치는 사람들 많이 보았습니다. мен де қызметімде мүмкіндікті ұстай алмай қалған адамдармен көп кездестім. 그런데 삭개오는 예수님이 지나간다는 이야기를 듣고 그 기회를 잡은 것입니다. бірақ Захей болса, иса осы жерден өтетінін естігенде сразу сол мүмкіндікті ұстап алды. 이제는 꺼도 됩니다. өшірсеңіздер болады. 문제는 이 삭개오가 키가 작았다는 겁니다. бірақ мәселе Захейдің бойы аласа болды. 그래서 어떻게든 예수님을 보려고 뽕나무 위에 올라갔습니다. сондықтан исаны көре алу үшін ол түт ағашына мініп алды. 사실 돈 많은 부자가 나무에 올라간다는 거 어려운 일입니다. бай адам, осындай мансабы бар адам ағашқа шығу өте оңай емес қой. 그 체면의 옷을 벗어야 됐습니다. шығу үшін ол үстіндегі киімін де шешу керек болды. 저 삭개오가 저 나무에 올라간다 사람들이 조롱해도
삭개오는 예수님을 만나고 싶었습니다. Адамдар оны ана Захейге қараңыздаршы, ақмақ па, ағашқа шығып алды деген мазақ сөзді естісе де, ол осы мүмкіндікті жібермеді. 사람이 뭐라 그럴까? 내가 왕년에 내 나이가 얼마고 내가 이 나름대로 하면 기회는 지나갑니다. Адамдар мен туралы не ойлайды, не айтады, мен қандай бетпен қаламын деген нәрселерді ойлайтын болсақ, онда мүмкіндікті жоғалтатын боламыз. 삭개오는 예수님이 지나갈 때 소리 지르려고 했습니다. Захей Иса қасында өтіп бара жатқанда қатты дауыспен айтамын деп шешім қабылдады. 예수님 내 이름은 깨끗한 건데 깨끗하게 못 살았습니다. Иса, менің өмірім таза болу керек еді, бірақ мен таза өмір сүре алмадым. 난 예수님 만나서 이 변화될 기회를 잡아야 됩니다. Мен қазір өзгеруге берілген осы мүмкіндікті ұстап алуым керек. 그런 마음으로 뽕나무 위에 올라갔는데 놀라운 것은 예수님이 찾아오신 겁니다. Осындай жүрекпен ұлтұт ағашына шыққанда, қызығы Иса оған адамдардың арасынан өтіп шығып келді. 예수님 주위에 사람들이 많았는데 예수님이 사람들을 해치고 삭개오를 향해서 걸어오십니다. Исаның қасында көптеген адамдар болды, бірақ ол адамдарды осылай жылжытып Закейге қарай тура жүрді. 그리고 삭개오야 내려와고 이름을 부르었습니다. Сонда Захей деп оның атын атап сөйледі. 그때 충격이 상상이 되십니까? Захейдің жағдайын, оның ішіндегі сезімдерін елестете аласыздар ма? 아니 어떻게 이분이 내 이름을 아는가? Ой, қалай Иса менің атымды біледі екен? 나를 만난 적도 없는데 내 이름을 부르시는 예수님을 만난 겁니다. Яғни мені бұрын ешқашан мен бұрын білмейтін Иса менің атымды біледі екен, менімен кездескісі келеді екен. 오늘도 저와 여러분의 이름을 예수님이 불러주셔서 우리가 이 자리에 앉아 있는 겁니다. Біздер де дәл Захей сияқты Иса біздің атымызды атап бізді шақырғандықтан біздер осы жерде отырмыз. 이 카자흐스탄에는 수많은 사람들이 있습니다. Қазақстанда көптеген адамдар бар. 그런데 예수님 여러분의 이름을 부르셔서 이 자리에 왔습니다. Бірақ Иса сіздің атыңызды атап сізді шақырғандықтан бүгін сіз осы жерде отырсыз. 우리 옆 사람에게 잘 오셨습니다. Көршіңізге жақсы жерге келдің деп айтайықшы. 또 한마디 예수님이 부른 게 확실합니다. Дәл Иса сізді шақырыпты деп айтыңыз. 네, 그래서 우리도 서로 마찬가지이기 때문에 누군가 예수님의 이름을 부르는 사람을 찾아가는 겁니다. Сондықтан біздер Исаның жүрегін білгендіктен, енді Исаны әлі танымайтын сол адамның атын Иса айтып жатыр. Сол адамды біздер іздеп табуымыз керек. 여러분 그동안에 많이 보고 싶었습니다. Сіздерді осы уақыттың ішінде қатты сағындым. 이번에 와보니까 많은 분들 얼굴이 익습니다. Осы жол келгенде көбіңіздің беттеріңіз маған таныс. 예수님이 저와 여러분을 같이 불러주셨기 때문에 우리가 공동체가 되었습니다. Иса мені сіздерді атымызды атап шақырғандықтан біздер бір отбасы болдық. 우리가 이렇게 공동체가 되었다면 오늘도 예수님이 부르시는 이름을 향하여 우리가 찾아가야 합니다. Енді біздер Құдайдың адамдары болсақ, онда әлі де Исаны танымайтын адамдарды іздеуіміз керек. 오늘 성경 말씀은 삭개오가 뽕나무에 올라가서 예수님을 만나고 싶어 했지만 사실은 예수님이 만나러 오셨다는 겁니다. Осы үзіндіні оқығанда, Захей Исамен кездескісі келді деген ой келеді, бірақ шынымен қарасақ, Иса онымен кездескісі келді. 그래서 오늘 본문의 끝에 보니까 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다고 했습니다. Сондықтан бүгінгі үзіндінің аяқ жағында мынандай сөздер бар. Сондықтан Құдай жоғалғандарды іздеп тауып құтқару үшін келді деп жазылған. 삭개오를 찾아오신 예수님이 저와 여러분을 부르신 것처럼 오늘도 예수님이 부르는 영혼을 우리가 찾아가야 합니다. Сондықтан Захейді шақырғандай, бізді шақырғандай, біздер Құдай қазірде әлі сенбейші адамдарды шақырып жатыр. Сол адамдарды біздер тауып алуымыз керек. 이제 예수님을 만난 삭개오는 변화의 결단을 합니다. Енді Исамен кездескеннен кейін Захейдің өмірі түбегейлі өзгерді. 소유의 절반을 가난한 사람에게 나눠주고 누구에게 빼앗은 것이 있으면 4배로 갚겠다고 했습니다. Мүлігімнің жартысын кедейлерге беремін. Кімді алдаған болсам 4 есе қайтарып беремін деген шешімге келді. 이거는 물질의 액수를 얘기하는 것이 아니라 인생의 변화를 이야기하겠습니다. Осы сөздер жай ақша туралы әңгіме емес, ол Захейдің құндылықтар жүйесінің өзгергенінің дәлелі. 그랬더니 오늘 이 삭개오가 기뻐하며 예수님을 집으로 모셔갔다고 그랬습니다. Сондықтан Захей соншама қуанып Исаны өзінің үйіне қонаққа шақырды. 결국 여러분의 신앙생활의 결론은 잔치요 기쁨이 되어야 합니다. Сенуші адамның, сенуші өмірінің нәтижесі
қуаныш, шаттану болу керек. 오늘 교회 왔다 집에 갈 때 느끼는 그 느낌은 잔치요 기쁨인 것입니다. Бүгінде сіздер қауымға келіп үйге қайтқан кезде бойыңызда қуаныш, шаттық сезімдер болу керек. 여러분이 찬양할 때 기쁨으로 막 뛰고 하면서 찬양한 것이 인생에 나타나야 합니다. Бүгін қазір сиынып жатқанда сіздер қуанышпен секіріп биледіңіздер ғой. Сол қуаныш енді әлемге қайтқанда көріну керек. 그래서 이런 기회 때마다 기준을 배우고 분별하고 연습하시기 바랍니다. Сондықтан мүмкіндік бар кезде біздер міндетті түрде осы бағытты, бағдарды түсініп, соны ажырата біліп, соны жаттығайық, соған жаттығайық. 그럴 때 우리의 인생의 분위기는 기쁨과 즐거움으로 가득하게 될 것입니다. Сонда өміріміздің атмосферасы қуанышқа, тыныштыққа, сүйіспеншілікке толатын болады. 우리 주님의 나라 그 기쁨을 나도 누리고 남도 누리는 복의 근원 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Сондықтан Исаның атымен сіздер де, мен де осы керемет Құдай патшалығының жақсы игіліктерінің көз қайнары болайық деп жарылқаймын. 우리 옆 사람에게 하늘 복 많이 받으세요. 축복하겠습니다. Көршіңізге көктің баталарына молынан ие болыңыз деп айтыңыз. 다 했습니다. 네, 기도하겠습니다. Енді дұға етейік. 사랑의 하나님 감사합니다. Құдай, сүйіспеншіліктің Құдайы, рахмет айтамыз. 우리의 이름을 부르시고 우리를 구원해 주셔서 감사합니다. Бізді атымызбен атап құтқарғаныңызға рахмет айтамыз. 예수님이 우리의 이름을 부르신 것처럼 Иса біздің атымызды атап бізді шақырған сияқты, 오늘도 예수님이 부르시는 이름을 찾아가는 우리 공동체 되게 해 주시옵소서. біздер де әлі де саған сенбейтін адамдарды іздеп табатын болайықшы. 한 영혼이 주님께 돌아오는 현장의 증인으로 살게 하시옵소서. біздер куәгер болайықшы, адам Құдайға келгенде өмірі қаншалықты өзгере алады. 그래서 하나님이 주시는 기쁨과 잔치 같은 인생이 되게 해 주시옵소서. және әрқайсымыздың өміріміз қуанышқа, шаттыққа толатын болсыншы. 성령 하나님이 주시는 기쁨과 즐거움이 나도 누리고 남도 누리게 하는 복된 삶 되게 해 주시옵소서. Құдай патшалығындағы қуанышқа біздер де ие болайық және басқаларға ие болуға көмектесейік. 우리도 그런 아름다운 신앙생활할 뿐만 아니라 이것을 이 세상에 선포하는 우리 교회 되게 해 주시옵소서. Қауым ішіндегі осындай керемет өмірге ие болдық. Енді осы өмірді сенбейтін адамдарға да жеткізейік. 성령 하나님 다스려 주시고 인도해 주실 줄 믿사옵고 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. Әке арамызда болып бізді жетелегеніне сенеміз. Сол үшін саған рахмет айтамыз. Иса Масихтың атынан дұға етеміз. 아멘. Аминь.